Assalamu alaikum urmatlı bizim kanalının görücüleri. Kutmandı gününüzler menen. Bugün biz sizlerge sağan uylardı gösterip berебиз. Учурда biz Жайыл районунун Палтавка айылындабыз. Туугандар, Кара-Балтага жакын жердебиz десең болот. Мына ушул короодо 9 баш саан уйлар бар экен. Мына ушул фермер уйларын баарын сатыкка коюп атат. Ким саан сыйыр үйдө кармап, сапаты бар, сүттү бере турган, жакшы музоо тууй турган уй издегендер болсо, мына ушул ферманы бир келип көрүңүздөр, ушу корооду, сарайды. Азыр мен сиздерге ушул 9 уй тууралуу маалымат беремин. Бүт баары сонун уйлар. Бирок мен биринчи бир мындай айланып келейин, андан кийин мына ээси мага айтып чыкты ар бир уйдун характеристикасына. Андан кийин сиздерге мен дагы ээси айткандай кылып жеткизип берем. Бул жерде сүт багытындагы, сүт эт сүт багытындагы уйлар бар. Эми мындай уйларды карап туруп, баары сонун экенине өзүңүздөр дагы көрүп калдыңыздар. Көзүңүздөр дагы жетип калды. Мына биринчи тууттан баштап 4-чү туутка чейинки уйлар бүт баары жаш, дээрлик. Эң жашы чоңдору баягы сүт бере турган пик уй мезгилге жашына келген мезгил экен. Анда эмесе бир четтен көрүп коюңуздар. Мына чекеде бүт кунажындар турат. Бул уйлар пирусу жакынкы мезгилдерде тууйт. Буйруса өтө картаң эмес, орто жаштуу, калганы жаш уйлар. Мындай гигант жакында тууй турган, 30дан ашык сүт бере турган мондай уйлар турат. Азыр мен бир чекеден баштап сиздерге көрсөтүп беремин. Чындыгында үйдө мен уй саап тапшырамын, келинчегим уй саайт. Же болбосо биз 20 уй саап атабыз, сүт аздык кылып атат. Дагы сүттү берген, эртең бир нерсе болуп кетип, кайра уйду чыгарып сатсам дагы жакшыраак баада сатамын дегендер болсо, анда көрүңүздөр. Мынагы пёстрый уй, 3-сынып уй да? Мынагы 3-сü ичинде бооз экен, жакынкы мезгилдерде тууйт дейт, ичи чыгып, желин чыгып калган дейт. Мына ушулар 20нын үстүнө гарантия дедиңиз, сүт чагылып жүргөн 20 литрдин үстүнө экен туугандар. Мына бул экинчисине. Мынагы кара кунажын, экинчиси бооз, бул да жакында тууйт. Американка экен, породасы туугандар. Америкадагы не деген порода эле? Бою узун сүт багытында болот да, караңыздар, өзү деле аны айтып турат породасы. Желинин экөөнү тең мен бир четтен көрсөтүп коём мынтип. Мына. Мондай желиндер туугандар, мына. Мунун желиндери да мына дойкабы же колго салабы булар? Колго? Бул дойкага салынган эмес, колдо саалат экен. Бул короодогу эң көп сүт берет үй мына бул экен, уй туугандар. 4-чү ичинде бооз, 3. Мына 3-чүсү жакынкы мезгилдерде өтө жакын калган уй. Сүт эт багытында экени көрүнүп турат. Мына ушул уй 30 литрге менден гарантиям бар дейт ээси туугандар. Ушул уй ичиндеги 3-чү туут жакында тууйт экен. Мына желин. Мына желинди көрүп турасыздарбы? Мына алабы экөө тең, мына алабы ичиндеги 4-чүсү экен. 4-чүсү? 4. Бул ичинде 3. Экөөнө 30 литрден сүтүнө мен гарантия берем дейт туугандар. Эгер жакшылап жем чөбүн берип карасаңыздар, мына ээси айтып атат. Короодо бардык уйун мына сатыкка коюп атат. Мына бул 3-чү уй, желиндерин көрдүңүздөр, чоң. Өзү дагы мына эттүү уй экен. Желинин калтасын ашы карап коюңуздар. Мына уй мына пёстра уй экен. Бул сүт багытындагы ичиндеги 4-чү туут болот. Буйруса бооз. Бул да жакын күндөрдө тууйт. Бул баягы сепаратор уй деп ушуларды айтат. Мына уйлардын направлениясы бергениңди семирбей эле сүт кылып чыгара бере турган уй ушулар. Ушул эки уйга 30 литрден гарантия берем дейт. Анан баарыбыз мына кыргызстандыктар сүйгөн асыл тукум швиц уйлары бар. Швиц мына бозгунтул уйду көргөндө баарыбыз агыбыз келет. Мына ошондойлору да бар экен. Булар сүт эт багытында көп вносый деп коебуз, чоң. Этке баксаң да сонун салмак ташта бере турган порода деп коебуз го биз. Мына швицтин кунажыны биринчи туут болот, Мынагы биринчи тууттарга кандай сүт берет гарантия жок дейт. Мына карадан баштап 6 уй, 1, 2, 3, 4, 5, 6 уй жакынкы мезгилде тууйт экен мына кунажындарда. Бирок мына желиндерин карап коюңуздар. Мына швиц кунажын. Мына желиндери. Бул биринчи туут. Мынау 4-чү туут ичинде. 2 уй 4-чү туут болот экен.
Бұл қара уй. Мынау қара уйға дағы 20-дан жоғарына гарантия берем дейді. Қара уй. Жақында туйт екен бұл дағы. Бірден түшіндіріп жоқ отама көріп отасыздар. Желінін да бір көрсетіп қойып, мына ушул өте жақын боз екен. Желіндері мынандай желін. Бұйырса, бұл бірінші туыт, тоқол. Екі бірінші туыт бар екен. Бұл әймі өте жақын болбосо дағы бозды көрініп тұрады. Бірінші туыттарға сүтіне гарантия бере албаймын деді. Қара ойға 20 плюс. Екі ойға 30 берді. Екі ойға 20 плюс гарантия берем деді. Мұна 3 ойға 20 плюс. Анан екі құнажынды айта албаймын, ем туса анан билинет дейді. Бірақ эми мындай өң башынан сүтті бере тұрған жақсы құнажындар екен. Бұл жерде мындай пачақталып қалған, баяғындай өте майдаланып кеткен уй емес, чүйден жақсы уйлар екен. Базарға алып шықса алдыңғы уйлардан бола тұрған. Мұны ол жақта екеуісі бар, екеуі тең екінші туыт болады. Мұны ала құнажын өте соның құнажын екен. Бұларға 20 литрден сүтіні сағып жүрөз гарант дейді. Мұны құнажынындағы чоңдығын қарап қойыңыздар. Экстерьерлеріні, мұна желіндерді қарала қолға жоғыш екен, ойлар бүт бары. Кішіден мұндай чочыр қабайт екен. Мұны ол қара құнажын, бұл сүт бағытында оқшайды. Желін қанша? Бұл 15 литр береді. Бұл 15 литр береді екен туғандар. Шул қара құнажын. Бұл да екіншісі боз. 15 литр сүт береді дейді шул. Мұна желіндері. Көрсетіп қойайын ба сіздерге? Мұна туғандар. Еми қысқасы бүт барын желіндерін көрдіңіздер. Ар біріменен мен бір сеттен таныштырып шықтым. Шул жерде байланып тұрады. Мұна олдағы іші шығып боздығы жақындап қалыптыр. Еми бағаларын ақырындықпен айтайын. Бұл қорода ең арзан құнажындар 115-120 мыңнан башталады екен туғандар. Анан екі уй бұл жерде бағасы қымбат деді. Мұны ашығын айтып қойылы. 30 литрден гарантия деп сүті бар. Мұны уй менен мұны уй 250 мың сомнан кемі бар сүйлешөз дейді. Анан 20-дан жоқор берген экстерьері 20 литрден гарантия. Мұны олар. 20 литрден мойлар шықпаса ақкесін батырат аламын. Болды. Уқтыңыздар, Бұлар 170-180 бұл баты, примерный бағасы. Калимтесінде, жақсы калимтесін. 180-ден. Мұндай 120 мыңден 250 мыңға чейін десек болады. 250 мыңден 2 үйді сұрып атыптыр. Қалғанлары 120-115, анан 170-180 мыңға чейін десек болады. Ошондуктан көріңіздер. Бұл неге мұндай бағада? Жанақы үйіңіздерді 3 ай мұрын туып, мұзосын бөліп сатып жіберіп тұрып еле анан бұқадан қачалай келе ушунда үйіңіздарды менікі арзанырақ деп албаңыздар. Бұлардың қымбатырақ болғанын жақында туйды. Içinde баласы бар деген кеп. Тура, онда үйіңіздар болушы мүмкін. Жақында туып бітеді да бұлар, январда туймышлар. Қанша күнде баштайды алды? Силасы бір жұма болса 3-4 күнде туып бітеді. 3-4 күнде ушылар туып қалады дейді туғандар. 6 Мұнауыл тетіге бірінші туып. Қараға чейін. 10 күнге чейін туып, нарқылары 1 айда. Нарқылары 1 айда екен. Мұнаушылар 10 күн ішінде туып дейді туғандар. Мұнаулар қалған үшеусі 1 ай ішінде туып бітеді дейді. Көрдіңіздер бі? Бағасының қойылышы боздығына да жараша. Жақын боздар. Ошондуктан келіп көріңіздер. Мен сіздерге бір четтен көрсөттүм. 9 баш скриншот кылып ээсине WhatsApp'тан таштап, мына үйдү алгым келип атат деп. Бул кандай үй эле, канчасын тууду, желини кандай деп дагы ээси менен саудалашсаңыздар болот. Дареги булар Полтавкада, Жайыл району, Кара Балтанын күн чыгыш жагындагы айыл туугандар. Новониколаевкага жакын, Кара Балтадан бир 10 мүнөттүк жол берди. Бишкектен келе жатканда Кара Балтага жетпей. Ушул уйлар сатыкта, анда эмесе уй алам дегендер болсо, ушу короого келип көрүңүздөр.